Қайырлы таң. Бүгін Қазақстан халқына Қоғамдық қорының баспасөз туры Жетісу облысында жалғасуда. 2022 жылдан бері Қазақстан халқына Қоғамдық қоры Жетісу облысына 6 миллиард 777 миллион теңге көлемінде қайырымдылық жобаларды жүзеге асырылды. Енді бүгінгі бағдарламада 3 мекемеге барып, сол мекемелердің қызметімен танысатын боламыз. Приехали в районный реабилитационный центр в городе Саркан. Он базируется на базе центральной районной больницы. В целом по стране в рамках проекта у нас планируется открытие 18 реабилитационных центров. На сегодняшний день уже 5 открыты, в том числе и в области Жетису. На его оснащение Общественный фонд Казахстан халқына вложил 185 миллионов тенге.